Сіздің жақындарыңыз суррогаттық ана болып жүргеніңізді білмейді. Білмейді. Енді ажырасқаннан кейін жаңа кредиттарды жабу өзіме өте ауыр тиді. Балаларымды асырау керек болды, өйткені балаларым өзім қасымда. Сол себепті жаңағы осы суррогаттыққа келген болатынмын. Биологиялық ата-анасы қытайлық екенін білдіңіз ғой? Иә, білдім. Білдіңіз. Ол үшін сізге 7 миллион теңге берем деді, иә? Иә. Аха. Сіз ол 7 миллион теңгені алдыңыз өзіңіздің қызметіңізге. Иә. Бірақ бізде үлкен гонорары бар, 7 миллион. Ол үшін сіз Қытай мемлекетіне переносқа барасыз деді. 2 апта ғана барасыз, қалған уақыттың барлығын сіз Қазақстанда өткізесіз, және договор барлығы Қазақстанда болады. Қазақстанда перенос жасалғандай жасап береміз, барлығын сатып аламыз деп маған сендірді. Бұл жердегі мәселе бала мен атыма жазылып кетті. Не себепті? Өйткені ол кісілер маған ешқандай договор жасап берген жоқ. Маған Қазақстан заңымен барлығын істеп береміз деді, бірақ жасап бермей тұр ғой ол кісілер. Сол себепті бала мен атыма жазылып, қазіргі таңда уже 1 жылға жуық уақыт болса да бала мен атымда тұр. Енді маған ол кісілер қазір сен баладан отказ жазуың керексің деп жатыр. Мен айтып жатыр, мен отказ жазбаймын, ол болашақта маған кері әсер тигенін қаламаймын. Баланы мен атынан алып тастаңыздар сот арқылы десем, ол кісілер келіспей жатыр. Ол кісілердің сондағы ойы Қазақстан бойынша анасы мен қылып, балаға Қазақстан азаматтығын алып отыр екен. Баланың тұтары куәлігінде тіпті әкесі көрсетілмеген, тек қана мен көрсетілгенмін. Қазір бала қайда екенін білмеймін. Өйткені ол кісілердің айтуы бойынша мен соңғы рет сөйлескен кезде біз баланы алып кетті Қытайға деп айтқандары бартын. Поликлиникаға бір жерге мен өзім балаларымды апарған кезде маған жаңағы баланы сұрайды. Қайда деп? Қайда деп. Иә, мен әкесінде деп айта салдым, бірақ деген ол кісілер неге сен туғалы ол баланы неге бізге әкелген жоқсың, неге тіркелген жоқсың деген сұрақтар көп қазір туындап жатыр мен өмірімде. Сол үшін мен жаңағы юристқа келіп көмек сұрадым. Анау агентстводағы кісілер енді қазір менімен шайыстамайды, менімен сөйлеспейді, мені бүкіл жерде блокқа салған, бұрынғы нөмірлерімен қазір нөмірлерін барлығын ауыстырып тастаған ол кісілер.